тұра ғой Дарханжан, таң да атып қалды балам-ау деп, дастархан жайып бәйек болып жүрген Әсияның бүгін көңілі көтеріңкі. Баласы Дархан 4 жыл оқып, дипломы бойынша армандаған жұмысына орналасқаны кеше. Ана жүрегі баласына әрдайым тілеулес емес пе? Жастай жесір қалған Әсияның жалғыз ұлы жанына медет болып, үмітін ақтағанына риза. Ендігі арманы қолын ұзатар, ибалы келінді болу. Беті қолын жуып, анасының бір кесе шайын ішіп Дархан да жұмысына беттеді. Өз қызметін шын ықыласымен, асқан ұқыптылықпен атқаратын жігіт қашанда басшылықтың назарында, ортасына сыйлы. Өз қатарының алды, жігіттің төресіне қыздар да ынтызар болатын. Сымбаты келіскен, кең иықты, қыр мұрынды, аққұба жігіт расында жігіттердің төресі еді. Дарханға көз қиығын салып, қылымсып жүрген қыздар қаншама. Жанар да сол қыздардың бірі. Кеңседе көмекшінің қызметін атқаратын ару Дарханға орлана қарап, кездейсоқ кездесулерді қалап жүретін. Болмысынан ұяң, орта бойлы, сүйкімді Жанардың бұл сезімін құрбысы Маралды істей сезгенмен, өзі де сол жігіттен үмітті. Дарханды көрген бойда екі беті ду етер Жанар, селк еткен сезімін жасырып, қызарақтап, қағаздарын шатастырып, әбігерге түсетін. Ал Марал болса ашық жарқын, сөзшең, әрі хас сұлудың өзі. Өзінің тік мінезімен талай жігіттің кеудесінен итеріп, өзімшілдікке салынатын. Құрбысы Жанарды өзінен төмен санап, тек бас пайдасы үшін ғана жанынан табылатын Марал Дарханның назарын өзіне аударуға тырысты. Ауқатты отбасынан шыққан қыз киімдерін түрлендіріп, аққудай сыланып, қолаң шасын беліне түсіре жайып жіберіп, жігіттің көңілін аулады. Дархан салмақты жігіт болғандықтан қылтың-сылтыңды ұната бермейтін. Тек өз жұмысының жайымен жүріп, төңірегіндегі қыздар түгілі өзін айналшықтап жүрген Маралды да көзіне ілмеді. Маралдың бұл қылығын құрбысы Жанарды сезсе де, сезбегендей, өзін өзі жұбатып, Дарханға Маралды лайық көріп, тәтті сезімдерін түнмен таласа түстерінде көруді әдетке айналдырды. Бірде қатты жауын жауып, жүгіре, аялдамаға беттеген Жанарды көрген Дархан көлігін тоқтатты. Үсті басы су болып, тоңып қалған қыз қиялындағы жігіттің көлігіне отырып, өзіне айнадан тесіле қараған ғашығының көзіне көздері толғысып, кірерге тесік таппады. «Қайда тұрасыз, Жанар?» деген дауысты естіп, дереу есін жиған Жанар өз мекен жайын айтты. Жол бойында жақын танысып, алғысын айтып, көліктен түскен ару үйіне кірмей, Дарханды көздерімен сүйсіне шығарып салды. Өз сезіміне ерік берген Жанар сол түні көз ілмей, көктен жауған жауынға алғысын айтып, Дарханмен тілдесіп, жақын танысқанына қуанышы қойнына сыймай қиялға берілді. Жігіт те қыздың сыпайылығы мен сүйкімділігіне тәнті боп, күнде жұмыс орнында Жанарды іштей іздеп, бір көруге асығатын болды. Жұмысқа ерекше сәндене келген Маралдың туған күні. Барша әріптестерін кешкі сауық кешке шақырып, туған күнін атап өтпекші. Жанардан да кештен қалмай келуін сұранды. Қиылып өтінген Маралдың көңілін қимай Жанар, бір ойы Дарханды кезіктірсем деп, сыйлығын алып кешке барды. Дархан сол кеште Жанармен оңаша қалуды көздегенімен, онысы бола қоймады. Дарханның Жанарға үздіге қараған қос жанары Маралдың шамына тиіп, жігітті биге шақырып, сыңғыр күлкісімен елітіп, ерсі қылығымен Дарханды еркіне жібермеуге тырысты. Жанардың көздеріне жас тығылып, сыйлығын ұсынып үйіне асыға жүгірді. Жігітке Маралдың қылықтары ұнамаса да сыпайылық танытты. Жастығына жасын сүртіп, құрбысы Маралдың өзі ұнатқан жігіттің алдында көлбеңдеуі Жанардың реніші мен қызғанышын тудырса да, Дарханнан бойын алшақ ұстап, сезімін сөндіруге бекінді. Дархан Жанармен жүздесіп, сезімін білдіргісі келсе де, Жанар ыңғай танытпай өз еркімен кете барды. Күндер өте Дарханның анасы Әсия да баласының отау болып шаңырақ көтергенін қалады. Маралдың ашық жарқын мінезі анасының аяқ қолын жылы суға малиды деген оймен Дархан үйленуге ұсыныс білдірді. Дүбірлеп тойда өтті. Маралдың қуанышында шек жоқ.
ал Дархан ше, сол баяғы Жанары. Махаббатын құрбысына құрбан еткен Жанардың етегі жасқа толып, екеуіне тек бақыт тілеуден басқа амалы қалмады. Жалын шарпыған махаббаттың кілтін жүрегіне құпия құлыптап, жұмысынан шығып, ауылдағы анасы мен бауырларына қарайласты. Әсияның қуанышы ұзаққа бармады. Келіннің өзімшіл мінезі, Дарханда бар ойы өз дегенін орындатып, анасына қарсы қою болды. Қит етсе жанжалдасып, бүлік шығаруға дайын келіншек бәрін уысында ұстағысы келді. Жалғыз анасын жатырқатып, отанын бөлек сайлағысы келгенімен Дархан оған бой бере қоймады. Әсияның шаңыраққа шақалақтың шуылы келсе бәрі оңалар деген ниетін қабыл етпей тұрғандай, 5 жыл ішінде Алла оларға сәбі сыйлай қоймады. Бармаған жері, баспаған тауы қалмаған. Маралдың диагнозын анықтай алмаған дәрігерлер бедеу екенін қымсына жеткізді. Ендігі өмірін бұл отбасында өткізгісі келмеген Марал еркіндікті қалап, байырғы кездерін аңсады. Себепсіз қыдырулары мен сылтаулары көбейді. Ақыры Дархан Маралмен ажырасып тынды. Баласының жағдайы анасына ауыр тиіп, Әсия ауруханадан бірақ шықты. Өбектеп жүрген баласын көріп, Әсия Дарханның ендігі өміріне алаңдады. Бір палатада жатқан өзі қатарлас әйелмен жағдай сұрасып танысқан Әсия басынан өткерген тауқыметін айтып біраз сыр шертісті. Ауруханаға алдында Жанардың кездейсоқ жолығып тұрған Дархан өз көзіне өзі сенбей тосылып қалды. Жанар сол баяғы ғашығын танымағандай кейіп танытып, жанынан өте шыққанымен жолдары бір палатада қайда түйісті. Екі ғашықтың аналары жатқан сол палата. Бір-бірінің көздеріне ұзақ қараған екеуін Жанардың жанарынан моншақтап ыршы түскен жастары тоқтатты. Дархан орамалын Жанарына ұсынып, хал жағдай сұрасты. Жанардың әлі де сол баяғы ұяңдығы мен биязылығы Дарханның жүрегін шымылдатты. Жанардың тұрмыс құрмай жүруі де тек өзін күткендей күлімсіреп, алаң тағы да екеуінің жолдарын қайта тоғыстыруы Дарханға үміт сыйлады. Жеткізе алмаған сезімдерін, ынтызар болған кездерін есіне алып, қайта жіберместей қатты құшақтап, Жанарының жанында мәңгілік қалуын өтінді. Жанар жүрегінің кілтін Дарханға ұстатып, құпия махаббаттың құлпын бірге ашты. Бүгінде екеуі бақытты отбасы, аналары сауығып, немерелеріне қарауда. Айдана жазбасынан